Сырымның ойына әсем түссе, оның қылығына қытығы келгендей, әбден дегбірі кететіні бар. Жүрегі дүрсілдеп, денесі бір сып бір суиды. От қой ол, от. Ұялы телефоны шиқ ете қалды. Түскі сағат 1-де деген SMS тоқып, Сырымның мүлде мазасы кетті. Хатшысына, бүгін мен болмаймын, үйдегілер сұраса, тендердің жұмысымен кетті дерсің, деп айтты да, әсем екеуі үшін арнайы сатып алып қойған пәтерге бет алды. Жолда келе жатып, бір досының сөзі есіне түсіп, мырс етті. Балдыздікі балдан тәтті, таппайтынды жоқ бұл қазақтың. Бәрін айтып қойған ғой, тек біз біле бермейміз. Осы әсем мектепті бітіріп, Әлия ауылдан ертіп келгенде, кіп-кішкентай қыз болып көрінген көзіне. Елеген де жоқ басында. Әлия екеуі үйленгелі, үйлерінде кім жүрмеді, қанша қызды ұзатты. Басында екеуі де студент, пәтер жалдап жүргенде, өзінің қарындасы мен Әлияның сіңлілері қатар жүрді. Бір бөлмелі пәтерде солардың ұйықтауын күтіп, сарылып жатқан уақыттарын айтсаңшы. Кейін олардың балаларды жүрді, әйтеуір зырылдап өтіп жатқан уақыт. Қазір ғой, қанша адам жүрсе де білінбейді. 3 қабатты үйден. Санай берсе, бұрын бір бөлмелі жатақханада 7 адам тұрыпты. Ол кезде Әлия қандай еді? Тура осы әсем сияқты жанып тұратын. Жүрегі шым ете қалды. Уәделі жерге келіп тоқтағаны сол еді. Әсем машинаның артқы есігінен кірді де, дереу Сырымның қолын сүйе бастады. Жаным, сағындым сені. Қанша уақыт болды? Әпкем жаныңнан шықпай қойды ғой, деді Әсем Сырымның қолын ұстап тұрып. Қойшы осындайыңды. Бір кездескенімізде көңіл күйді бұзбай. Өзің көріп жүрсің ғой, үйде күнде қонақ. Әлияны емес, қонақты тастап кетіп қалғаным ұят қой, деді Сырым Әсемнің қолын қысып. Иә, енеңмен қайнатаң келіп шыға алмай қалдың ғой. Менің енем мен атам болса, сенің атаң мен әжең. Қой, осы жерде тағы да ұрысып қаламыз. Жүрші, пәтерге барайық. Бүгін түнге дейін уақытымыз бар. Әпкең ағаңның үйіне қонаққа кетті, деді Сырым. Атам мен әжем ағамның үйінде ме? Олар қашан келеміз деп кетті, деп Сырымға сұраулы жүзбен қарады. Білмеймін, олының үйінде 1-2 күн жататын шығар. Өздерінің махаббат ұясы деп атайтын арнайы сатып алған пәтеріне қол ұстасып кірді. Қашан көшеде сенімен емін-еркін, жан-жағыма жалтақтамай құшақтап жүреді екенмін, деді Әсем подъезге кіргесін басын Сырымның иығына қойып. Сырым үндеген жоқ. Не дейді? Өзі де білмейді. Махаббат ұясы деп Әсемге арнайы сатып әперген пәтердің кілті екеуінде де бар. Әсем бұл үйді өзінің талғамымен жасаулап қойған. Сырым мен Әсем 2 жылдан бері түскі астарын осы жерде ішіп жеп, сағыныштарын басып кетеді. 3-4 күн бойы үйде көздермен ғана аймаласып, ойша ғана бірін-бірі сүйіп құшып жүрген ғашықтар есіктен кіре сала жабыса кетеді. 20-ға енді толған қыздың денесі қандай, талшыбықтай майысып, ермесіңе қоймайды. Сырым жас қыздың махаббатына мас болып үнсіз жатты. Әсемнің өзін ерекше сүйетініне көзі әлде қашан жеткен. Ас үйде әндетіп шай қойып жүрген Әсемге сүйсініп қарап жатып ойға шомды. Балдызы екеуінің қарым-қатынасы туралы ойлай бастап еді, жүрегі құрғыр тағы шым ете қалды. Күннен күнге Әлия екеуінің арасы суып барады. Үйде жүрген кезде Әлияны еркелетіп, ең болмағанда қолынан ұстайын десе, қастарында жүрген Әсемнен батпайды. Өз үйінде өзі ұрлық жасап жүргендей, қатынына жолаудан қалды. Әлия екеуінің анда-санда шүйіркелесіп отырғанын көрсе бітті, Әсемнің мазасы кетеді. Түскі кездесу ұрыс-керіс, жылау-сықтаумен аяқталады. Әлияға сіңліңді бөлек шығар десе, кіп-кішкентай қызды жалғыз қайда шығарамын? 3 қабатты үйден бір бұрышыңды қимайсың ба деп, ертең ағам сөйлемей ме деп, ол әңгімені тоқтатып тастады. Қайынағасы келген сайын, Құдай бізге сендей күйеу баланы бергеніне рахмет. Қыздың оқуын төлеп те жатырсыңдар, үйлерінде тұрып та жатыр. Ауылда отырып қызымыз не болды деп қайырмаймыз да уайымдамаймыз, рахмет деп кетеді. Ал бұл жүр, не істерін білмей басы қатып. Басында жеңіл қалжыңнан басталған балдыз бен жезде ойыны енді міне өзінің ойынша өмірлік машақатына айналып тұр. Тұрыңыз жезде, шай дайын,
деді мазақтай кірген әсемді қолынан ұстап өзіне тартып еді, ол да құшағына құлай кетті. Күндегідей асығыс емес. Бүгін екеуі де еркін, түнге дейін уақыт бар. Әсем кеше атаммен әжеммен бірге ағамның үйіне барамын деп Әлия әпкесінен сұранып кеткен. Кіші қайнысының үйі маңайда, балдызын кештетіп апарып тастаса болды. Ешкім де күдіктене қоймайды. Ал Әлия бүгін мұны іздестірмеуі тиіс. Екеуі шай ішіп, жаңбырдан кейін шайдай ашылған алматының ажарына терезеден қарап отырып, өздерін бақытты сезінді. Бірақ бұлардың тып-тыныш, емін-еркін отырыстары ұзаққа созылмайды. Әсемнің ойына әпкесі түссе бітті, түр басы өзгеріп, жездесін қызғанып, жылап-сықтап мазасын кетіреді. Ол сондай ұрыстардан кейін осымен бәрі бітті деп қанша айтты? Қайдан? Үйінде ары-бері көз алдында көлбеңдеп, тәтті қылығымен мұны өзіне тезақ тартып алады. Әпкесіне осының бәрін қалайша сездірмейтініне сырымның таңы бар. Не дегенде де балдызының жап-жас тәнін тезақ сағынып қалады. Әлгіндегідей ұрсудан соң сенің қатының болса, менің баратын жерім бар дегендей кейіп танытып, қызғанышын оятып мазасын қашырады. Ақыр өзінің қалай әсемнің қойнынан шыққан білмей қалады. Көзден кетсе көңілден кетер меді. Бірақ әсем 12 ай бұның үйлерінде. Жезде, осы жүрісімізді бір күні әпкем біліп қойса қайтеміз? Қойшы әсем, сен де айта береді екенсің. Ол қайдан біледі, егер сен өзің айтып қоймасаң? Қашанға дейін осылай тығылып жүре береміз? Біліп қояма деп қатты қорқам. Ойласам, өле салғым келеді. Қай Құдай мені сенің үйіңе алып келді екен. Әсем, осы күнді ұрыспай, ренжіспей өткізейікші. Қанша күннен бері сенің есіңді сағындым. Саған айтуға оңай. Мен күнде Құдайдан әпкем біліп қоймаса деп тілеймін. Бірақ сені көрген кезде өзімді ұстай алмай қаламын. Мен де ұсталып қалып, елге қарабет болам ба деп қорқамын. Басқа қыз жоқ па, дейді ғой естіген жұрт. Құшағындағы қызды құшақтап жатқан сырым негізі өзінің ешкімнен қорықпайтынын, тек балаларының көңіліне қаяу түсіргісі келмейтінін ойлап жатты. Қасындағы кәсіпкер досы Ерлан да тоқал алып алған. Бірақ бақыттан басы айналып жүргенін көрген жоқ. Бәйбішесі Ерланмен мүлдем сөйлеспейді. Балалары әкесінен көңілдері қалып, бізді бір қатынға бола тастап кетті деп өкпелеп жүр. Тек ақша керек болғасын ғана бәйбіше де, бала да кетпей отыр. Ал тоқалынан бала туып, бәйбішемен басқасудан басқа тірлігі жоқ. Анда-санда кездесіп сөйлесе қалсаң, біздің баламыз екінші сорт. Бірінші орында бәйбішенің балалары. Бұл кісінің ойында солар ғана деп зарлайды да отырады. Бүгінде Ерлан өліп өшіп алған тоқалынан безіп отыр. Қазір екі қатынға да қарамай, кездесе кеткен қызбен сыртта көңіл көтеріп жүр. Ана жолы бұл, әсемді алам ба не істеймін деп Ерланға ақыл қос деген кезде Ерлан: Сіреке, менің ақылымды тыңдасаң, бір қатынмен ғана өмір сүруге екен. Сонда адамның көңілі орында, өмір тыныш өтеді екен. Жүрме демеймін, жүр. Бірақ тоқал алып, онымен бақытты болып кетем деп ойлама. Бір-бірінен қызғанып, шақшадай басыңды шарадай қылады. Не қыласың, деді. Бірақ әсемнің жөні басқа сияқты. Өйткені ақшаға бола жүр дейін десе, әпкем біліп қояды деп бір тиын алмайды. Әпкесі берген тиын тебенге қанағат етіп жүре береді. Сырым осы жасқа дейін етегіне намаз оқып жүрген жоқ. Талай қызбен жүрді. Әлия бірін білсе, бірін білмеді. Бірақ сол қыздардың біреуі де бала сүйіп, осы менің некелі жарым болсын деген ой келмепті. Әлия ауылына тойға кеткенде, сырым жұмыстан шыға алмай үйде қалып, әсемнің қойнына кірген күннен бері тоқал алсам деген ой басынан шыққан емес. Сол күні әлі көз алдында. Ол кезде әсем 18 жасар, аузынан ана сүті кетпеген, кіп-кішкентай қыз болатын. Бұл Әлия жоқ болған соң үйге түнделетіп асықпай келді. Машинасынан шығып, қақпаны ашайын деп түскелі жатқанда, қақпаны әсем ашып, бұл машинасымен кірді. Жезде, аспазшы кетіп қалды, бірақ тамақ дайын тұр, ішесіз бе, деді. Көйлегі қып-қысқа, тал бойына жабысып тұрған әсемге ту сыртынан тұңғыш рет үздіге қарады. Әлия жоқ, ал ұлдарының өзінің сұранып кеткенінен біліп тұрса да. Үйдегім бар, деді.
Ешкім жоқ, бәрі кетіп қалды. Келіп қалатын шығар, деді де ас үйге қарай жүрді. Сырым да артынан келе жатып, Әсемнің қыз ретінде уылжып пісіп тұрғанын көрді. Қай шайтанның түрткені белгісіз, тамақ ішіп отырып, Әсем, шарап ішейік, деді. Бетіне аңтарыла қараған Әсемге ешкім жоқта жезде мен балдыз болып, бір стаканнан ішсек, ешкім сөге қоймас, деп ең жақсы градусы көптеу шарапты көтеріп келді. Шарап та бітті, бұл да өрекпіп, күйіп жанып тұрған қыздың қойнынан бірақ шықты. Жуынып, есін жиғасын, Әсем, бірінші түнді сізбен өткізсем деген арманым орындалды, деді. Жылап еңіреп, есімді тандыратын шығар деп қорқып жатқан Сырым таңғалғаннан төсектен тұрып кетті. Сөйтсе Әсем Алматыға келмей тұрып-ақ бұған ғашық болып қалған екен. Әлия екеуі жас кездерінде қайын жұрттың жақсылығы мен жаманшылығынан қалмайтын, ел жейтін, нан таппай отырған сол кезде бұлар шетелдік машина мініп, шырқтай киініп ауылға баратын. Әрине, ешқашан құр қол барған емес. Әлия барлық туған туыстың жоғын түгендеп, Алматының базарын көшіріп баратын. Әсемнің бала кезінде елдің бәрі Әлияның бағы бар, Сырым жігіттің серкесі ғой, деп ауыздарының суы ағып мақтайды екен. Ел мақтаған жігітті қыз жақтаған деп бекер айтылмаса керек. Әсемде ес білгелі жездесіне ғашық болған көрінеді. Өйткені жездесі өзі көріп жүрген ауылдың жігіттеріне мүлдем ұқсамайды. Сымдай тартылған, ине жіптен жаңа шыққандай костюм шалбар киіп, галстук таққан, қымбат машина мінген жігітке ауылдың талай қыздарының көзі түскен. Оған Әсемнің көзі куә. Іштей жақын туыс сынайтын жездесін сол кезде тұңғыш рет қызғанып еді. Сондықтан оқуын бітіріп Алматыға келгенде әпке жездесінің табалдырығын өрек-бөйлі көңілмен аттады. Әсем мектеп бітірісімен Алматыға асыққан. Алматыға келген соң ғашықтығы тіптен асқына берген. Өзінің сөзімен айтқанда жездесі балдызына бір жылдай қарамаған, елемеген сияқты. Сол күннен басталған антызарлық түгел іскемек түгелі гүлдеп те келген. Сырымның түсінгені жап-жас қыздың ғашықтығы еріксіз баурап алады екен. Бұрындары көрінген қызға қарындап, көне қалса бір жата салатын Сырымның қазір бар ойы, ынтасы да Әсем. Бір күн көрмесе ақыл естен айырылатындай халге түсті. Таңа таратпастан SMS келді. Күтемін депті. Сырым бұл SMS-ке таң қалғаны сонша, ертеңгі асты іше сала жұмысқа бармай, Самалық Шам ауданындағы өздерінің махаббат ұясына келді. Әсемнің бостан-босқа SMS жазбайтынын Сырым білетін. Әртүрлі оймен миы қатып, машинаны әрең айдап келді. Қоңырауды басып еді. Әсем бұны есіктің алдында күтіп отырғандай тез ашты. Көзі жылағаннан ісіп кеткенін көріп, Сырым, не болды, тыныштық па? Дегені сол еді. Әсем мұны бас салып құшақтап, енді не істейміз, деп аңырай жөнелді. Дегенде шошып кеткен Сырымға Әлия біліп қойды ма деген ой келді. Бірақ қазір ғана үйден шықты ғой, тып-тыныш еді. Тағы не болды сонша, таң атпастан ойбайлап, деді дәлізден ас үйге қарай жүріп. Мен қарабет болдым, 2 қабат болып қалдым, деді артында келе жатып. Сырым ас үйдегі орындыққа әрең жетті. Артына бұрылып жылап тұрған Әсемге қарауға дәті бармады. Балдызымен кездескелі осы сөзден қорқып келген Сырым бұрындары мұндай ойдан аулақ болуға тырысатын. Бәрін ақыл таразасына салып, әр қадамын ойлап басамын деп жүрген Сырым мықтап шатасқан сияқты. Әсем, сәл сабыр етші, қашан білдің? Шынымен 2 қабатсың ба? Сақтанып жүрмін дегенің қайда? Сырымның сасып қалған түрін көргеннен соң ба, әлде өзі күйіп тұрма, Әсем теріс жауап бере бастады. Жоқ, өтірік қалжыңдап тұрмын. Жоқ, сен жақында бәрі дұрыс дедің ғой, сақтанып жүрім дегенің қайда? Әй, Құдай жазалайым десе, қарабет қылам десе, қиын емес екен ғой. Кеше сабақта отырып басым айналғансын, құрбыммен дәрігерге барғанмын. Ол кісі қарап гинекологқа жіберді. Содан УЗИге түстім. Міне қара, 5 айдан асып кетіпті.
Менде етеккірім жақында ғана келіп кетті. Мүмкін емес десем, 2 қабат болғанда етеккір міндетті түрде тоқтайды деген заң жоқ. Кейбір келіншектерде жүктілік кезінде де етеккір келе береді. Сіздің ағзаңыз сондай әйелдердің қатарына жатады, деді. Деп Сырымға қарады да тағы да жылай бастады. Сырым не дерін білмей, аңырап отырды да қалды. 45-ке келгенше мұндай мүсәпір жағдайды басынан көшіріп көрген жоқ шығар. Бірақ уақыт өткен соң ғана. Жылай бермей бір амалын қарастырайық. Бұл бала маған да, саған да керек жоқ. Мен қазір таныс дәрігерге хабарласамын. Алып тастайды. Деп дауысын қаттырақ шығарып жылай бастаған Әсем сөз айта алмай басын шайқай берді. Аңырамай тоқташы, біреу өлген жоқ қой, деді Сырым, өзін ұстай алмай. Сырымның даусы қатты шықты ма, әлде өзі де шаршады ма? Әсем жылауын кіл тоқтатты. Абортқа кеш, деді дәрігер. Сол ғой менің кешеден бері жылап жүргенім. Не істеймін енді? Әке шешем не дейді енді? Жылай бермеші жаным, сен маған сенесің ғой, мен өзім бәрін шешемін. Құдай бұл баланы бізге беріп отырса, онда амал жоқ, туасың. Қалай сонда? Әлия әпкемді қайтеміз? Бір мәнісі болар. 2-3 күнде бір шешімге келермін. Сен оған дейін осы үйде жат, әпкеңе бірдеңе дей сал, деді де өзі де отыра алмай жұмысқа кеттім деп шығып кетті. Басқа қызға осылай ғашық болса, ешқандай ойланбастан Әлияны тастап кете беретін еді. Ал ол екеуі бір үйдің қыздары болып тұр ғой. Қайнағасы естісе не болар екен? Өзі сондай адал, өмір бойы мектепке сабақ беріп, шәкірт тәрбиелеп, біреудің ала жібін аттамаған жан. Қарындасы екеуі үйленгенде, бұларға ең көп қолдау көрсеткен де қайнағасы. Ал мұның істегені мынау. Басқа адам болса, Сырымның байлығына қарап, я дей салар меді. Бірақ қайдам, басқа көнсе де қайнағасы көнбейді-ау. Жазғы демалыста жақындап қалды. Әсемнің де ауылға демалысқа баратын мерзімі жақын. Ал бармаса қалай болады? Сол үшін Әсемді шетелге жіберу керек. Басқа амал жоқ. Басы қатып не істерін білмей келе жатып еді, бизнестегі серігі 5 жыл жатақханада бірге тұрып, жартынанды бөліп жеген Ерлан телефон соғып, қанды көйлек досым-ау, қайда жүрсің? Келсеңші, біз де мына жерде демалып отырмыз, деді. Іздегенге сұраған дереу келсе кетті. Әлияға хабарласып, мен іздеме, мен жұмыстармен жүрмін деп айтты да телефонын сөндіріп тастады. Алматыда басталған тойлау Үрімжінің моншасымен аяқталды. Қытайдың қыздар массажды қалай жасайды десең шіркін. 2 күн Қытай елінде жатып, мүлдем ұялы телефонын қоспаған Сырымға келесі бөлмеде жатқан досы Ерлан келіп, тез Алматыға қайту керек, деді де ұшақты дайындата бастады. Не болды? Деген Сырымға досы келте жауап қайтарды. Барғасын айтамын. Дегесін Сырым ұшақта отырып, алып, отбасының жағдайын ойлай бастады. Әсемді Испаниядағы үйге жіберемін, ақыр ол бос тұр, оқуын шетелде жалғастырып жатыр деймін деген оймен емін-еркін отыра бергенде Ерлан: Нұреке, жағдай қиын болып тұр. Жаңа көмекшім хабарласты. Әсем өзін өзі өлтірмекші болыпты, деді. Не дейсің? Қорқпа, тірі, бірақ бүкіл ел сенің махаббат қиқаяңды естіпті. Әлия адвокат жалдап ажырасамын деп жатқан көрінеді. Қайнағаң ауруханада комада жатыр екен, деп бір тоқтады. Сырым тура қорқынышты түс көріп отырғандай есі шықты. Бәрі түс болса ғой шіркін. Ереке, не ақыл қосасың, деді, басқа сөз аузына түспей. Қой дегенге көнбедің. Енді сенікі дұрыс болмады деп саған ақыл айту кеш. Жағдайға қарай көресің. Басқа көнсе де қайнаған көнбейді-ау. Менің ақылымды тыңдасаң, Әлияның ашуын бас. Әсем қайда кетер дейсің? Қалай? Өз сұрағына өз жауап бере алмай отырғанда досы қалай жауап берсін? Ұшақтың терезесінен жерге қарады. Балаларым не деп жатыр екен? Ұшақ Алматының әуежайына келіп тоқтаған соң Ерлан: Сіреке, ер жігіттің басына не кетпейді. Қатын жолда, бала белде, осыны ұмытпа. Керек болып жатсам хабарласарсың, деп қош айтысып көлігіне мініп кетті. Сырым қайда барарын білмей, машинасында біраз ойланды. Үйге барсам, Әлия не дер екен? Құтырған қақпас, менің сіңілімнен басқа қыз таппадың ба дейді ғой. Ал Әсемге барсам не дер екен?
ары бері ойланып үйіне баруды жөн көрді. Неде болса да басын шешіп алған дұрыс қой. Ұшақта ұшып келе жатқан сияқты. Жер картадағдай телім-телімге бөлініп көрініп тұр. Көзін қайта жұмды. Ұшаққа ұқсамайды, тым-тырыс. Жайлап көзін қайта ашты. Төменге жерге емес, аспанға, үйдің төбесіне қарап жатыр екен. Жердің картасы сияқты көрінген аурухананың төбесі болып шықты. Дауыстап біреуді шақырайын деп еді, деген дыбыстан басқа ештеңе шығара алмады. Аяқ қолын қозғап көрейін деп еді, мүлдем сезбеді. Дауысын естіді ме, әлде өздері тексеруге кірді ме, бірнеше дәрігер палатаға кірді. Сіреке, бізді естіп тұрсыз ба? Деді көз таныс дәрігер төсегіне жақын келіп. Туыстарын шақырдыңдар ма? Тепсе темір үзетін жігітке обал болды. Алып кетеміз десе алып кетсін. Бәрібір жағдайын жеңілдете алмаймыз, деді бір дәрігер. Өзара бір-біріне медицина тілімен сөйлесіп, бастарын шайқап шығып кетті. Маған не болды дейін десе, тілге икем келмей қойды. Дәрігерлер шығысымен Мейірбике кіріп, дәрі-дәрмегін құя бастады. Сырым Мейірбикеден мен қайдамын деп сұрайын деп еді, деген дыбыстан басқа ештеңе шықпады. Мейірбике түсінді ғой деймін. Сіз қалалық хирургияның жансақтау бөліміндесіз. Құдай сақтап, жаныңыз аман қалды. Бірақ инфаркттан кейін оң алуға уақыт керек. Сондықтан сөйлей алмай жатырсыз. Дәрігерлер аяқ қолыңыз жансызданып қалды дейді. Қарындасыңызға хабарластым, келіп қалар, деді де ем-дом жасап шығып кетті. Бәрі ойына түсті. Жүрегі құрғыр тағы да қыса жөнелді. Дәрігерлер қанша айтты, семіздік қан қысымын көтереді, ал ол айналып келіп жүрекке салмақ түсіреді деп. Тыңдады ма? Және соңғы күндері басынан өткен оқиғаларды ешкімнің басына бермесін. Жүрегіне жақын адамдардың бәрінен бір-ақ күнде айырылды. Бөлмеге қарындасы кірді. Аға, қалыңыз қалай? Деді көзіне тіке қарай алмай. Сырым қарындасының неге бетіне қарамай отырғанын да жақсы түсініп тұр. Бірақ қолдан келер шара бар ма? Дәрігерлер не дейді? Деп сұрағысы келіп еді, бірақ дегеннен басқа дыбыс шықпады. Аға, жүрегіңіз ұстап қалғанда, қасыңызда ешкім болмай, көмек көрсетілмей, көп жатып қалыпсыз. Ертеңгісін ашпасы келгенде ғана дәрігер шақырған. Ал үйдің күзетшілері кірмеген. Сіз қатты мас болған көрінесіз. Олар ұйықтап қалды деп ойлапты. Дәрігердің айтуынша, сіздің денеңіз жансызданып қалған. Емделуге шетелге апарайын десем, сіздің қан қысымыңыз ұшаққа жарамайды екен. Әлия жеңгеме хабарласып едім. Ағаң өліп қалса да бармаймын деді. Аға, өз өміріңізді сонша құртатындай не болды? Деді қарындасы, көз жасын көрсетпеу үшін теріс айналып кетіп. Сырым бүрісіп теріс қарап жылап отырған қарындасымен қосыла жалағысы келді. Қарындас айтқандай, Сырым өз өмірін өз қолымен тас-талқан етті. Әлия мен балалары бұны кешіре алмады. Шетелде оқып жатқан үлкен ұлмен бірге боламыз деп, екінші ұлды да алып, Әлия бір жолата шетелге кетіп қалды. Әсемнің қайда екенін білмейді. Әкесі қайтыс болғасын, жездесімен кездеспейтін болған. Қаңыраған зәулім сарайда жалғыз қалған. Сырым өмірі қиыншылық көрмеген жігіт еді-ау. Әкесі совхоздың директоры болды. Сондықтан бала кезден не ішем, не жеймін деп ойлап көрмеген. Жалғыз ұл деп Мәскеуде оқытты. Кеңес одағы сауда жасауға, кооперативке қалай еркіндік берді, солай Сырым миллиардтап табыс таба бастады. Қазақстан тәуелсіздік алған кезде Сырым миллионер емес, миллиардер болған. Содан бері тасы өрге домалаған жігіт, міне, ешкімге керегі болмай, ыңылдап, төсекте таңылып жатыр. Әсілі қазақ балдыздікі балдай, балдыз балдан тәтті деген сөздерді жиі айтады. Ойнас оттан да ыстық, ойнастығы керемет. Махаббат
ойнастан құралған. Бірақ мұның бәрі өзіңнің әйелің, өзіңнің отбасың, ошақ қасың, бала шағаларыңа жетпейді екен. Шынында сырым кімді сүйді? Әсемді ме, Әлияны ме? Әлбетте, Әлияны сүйді. Ал Әсемдікі жай көз бояушылық, тыйым салынған жеміс тәтті көрінеді, деді. Жанар Әбдішева, мың бояулы дүние.